Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді шығатын, қамыры қатпарлы, салмасы еттен жасалатын самсан рецептісімен бөлісетін боламын. Мен қамырды термомикспен илемін. Қамырды қолмен илесеңіздер де болады, ешқандай айырмашылық жоқ. Алдымен жылы сүтімізді, тұзымызды және де електен өткізілген ұнымызды салып, қамырымызды тығыз етіп илейміз. Қамырымыз пайдалануға ыңғайлы болғанға дейін ұнымызды салып, осындай қамыр илейміз. Енді осы қамырымызды шығарып, қолымызбен біріктіріп, пакетке орап, 20 минуттай тындықтырып қоямыз. Қамырымыз 20 минуттай тынығып тұрғаннан кейін, осы қамырымызға ұнымызды сеуіп отырып, оқтаудың көмегімен жұқалап жаятын боламыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін таза ыдысымызға осындай көлемде президент сармайының 82%-ын алып ертетін боламыз. Сармайды жай отта қасықпен былғай отырып ертетін боламыз. Астын қатты қоюға болмайды, күйіп кетеді. Енді осы сармайымызды ыстықтай қамырымызға құйып, барлық жеріне жағып шығамыз. Осы уақытта бөлмеміз салқын болу керек, ыстық болуға болмайды. Енді осы қамырымыздың шетінен бастап, арасынан ауа өткізбей орап шығамыз. Енді осы сармайымызды ұлу тәріздес етіп орап шығатын боламыз. Сондықтан осы қалған сармайымызды барлық жеріне жағып шығамыз. Қамырымызды ұлу тәріздес етіп орап, оны пакетке салып, жарты сағаттай мұздатқышта ұстаймыз. Самсаның салмасын дайындаймыз. Салмасына жылқының немесе қойдың етін пайдаланамыз. Бірден фаршты пайдалансаңыздар да болады. Етті уақтап турап, оған блендерден өткізілген пиязды салып, осындай роялдың сирасын салып, бұрышын салып дайындаймыз.
Тұзды ең соңында самсаны дайындайтын уақытта салатын боламыз. Қамырымызды мұздатқыштан алып, кішкентай бөліктерге бөліп, осылай қолымызбен дөңгелетіп басып шығамыз. Осы уақытта бөлме температурасы әлі де салқын болу керек. Ішіндегі сары май еріп кетпеу үшін тез жұмыс жасайтын боламыз. Менде осы қамырдан 35 штуктай самса шықты. Ішіндегі сары майы ерімеген, мұздай болып тұрған қамырымызды алып қалып, қалған қамырларымызды мұздатқышта сақтай тұратын боламыз, яғни олар еріп кетпеу керек. Енді осы қамырымызды оқтаудың көмегімен жазып, самсаның формасын дайындауға кірісеміз. Барлық дөңгелек қамырларымызды оқтаумен жазып, ыдысымызға осылай дайындап, бетін жауып, тоңазытқышта 20 минуттай сақтаймыз. Самсаның формасын жасап, бетіне жұмыртқасын жағып, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Алдымен пешімізді желдеткіш функцияда 200 градуста 5 минуттай қыздырып аламыз. Содан соң 150 градусте ас үстін пісіретін функцияда самсамызды пісіріп аламыз. Бұл рецептпен самса өте керемет болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.